Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы химиялық формулалар, валенттілік, салыстырмалы молекулалық масса. Балалар, бүгінгі сабақта валенттілік бойынша бинарлы қосылыстардың химиялық формуласын құрастырамыз. Химиялық қосылыстың формуласы бойынша оның салыстырмалы молекулалық массасын есептеуді үйренеміз. Және біздің оқу мақсаттары элементтердің атауларын және олардың қосылыстағы атомдық қатынастарын қолдана отырып, бинарлы химиялық қосылыстардың формуласын дұрыс жаза білу. Валенттілік бойынша бинарлы қосылыстардың химиялық формуласын құрастыра білу, зат формуласы бойынша салыстырмалы молекула массасын есептеу. Бағалау критерийлері: бинарлы қосылыстарды дұрыс атайды, валенттілік бойынша формула құрастыра алады, зат формуласын дұрыс жаза біледі, заттың салыстырмалы молекула массасын есептей алады. Бүгінгі сабағымызда тірек сөздер: химиялық формула, индекс, коэффициент, салыстырмалы молекулалық масса, валенттілік және бинарлы қосылыстар. Химиялық формула заттың құрамын, химиялық элемент таңбалары және индекстер арқылы шартты түрде жазу. Балалар, индекс дегеніміз молекуладағы химиялық элемент атомының санын көрсетеді. Ол химиялық таңбаның оң жағынан төменірек жазылады. Сендерде экранда көрініп тұрғандай, йод 2, хлор 2, H2, фосфор 2, O5. Осы элементтердің түбіндегі, формулалардың түбіндегі 2 деген цифрлар, олар индекстер. Химиялық формула заттың сапалық және сандық құрамын көрсетеді. Коэффициент дегеніміз не? Атомдардың немесе молекулалардың санын көрсетеді. Ол химиялық элемент таңбасының немесе химиялық формуласының алдына жазылады. Экранда тұрғандай, көміртек 4, азот 3, азот 2 атомы және оттегінің алдында 5. Үлкен таңбаларды біз осындай элементтердің, формулалардың алдындағы үлкен таңбаларды коэффициент деп атаймыз. Бинарлы қосылыстар дегеніміз не? Екі элементтен тұратын қосылыстар, бұлар бинарлы қосылыстар болады. Мысалы, оксидтер: көмір, күкірт оксиді, фосфор оксиді, көмір оксиді. Сульфидтер: кальций сульфиді, магний сульфиді. Хлоридтер: натрий хлориді, литий хлориді. Бинарлы қосылыстардағы осы оқыған кезде элементтердің латын атауының жанына ид деген жұрнақ жалғанады. Оксид, сульфид, хлорид. Түсінікті ғой, Келесі, бинарлы қосылыстардың жазылуы мен аталуы. Заттың атауы және зат алмасуы. Мысалы, күкірт диоксиді SO2, бір атомды күкірт, 2 атомды оксид. Күкірт диоксиді, күкірт триоксиді SO3, күкірттің бір атомы, оттектің 3 атомы. Күкірт триоксиді. Азот оксиді, азот моноксиді деп оқылады. Және балалар, азот диоксиді NO2, бұл азот диоксиді. Ди дегеніміз бізде 2 атомды білдіреді. Валенттілік дегеніміз бұл химиялық элемент атомының басқа химиялық элемент атомның белгілі санын қосып алу қабілеті. Валенттілік 2-ке бөлінеді, балалар. Сендердің алдарында міне кесте бар, осы кесте кітапта да бар. Тұрақты валенттілік және ауыспалы валенттілік болып бөлінеді. Тұрақты валенттілікке бір валенттілерге H, натрий, калий, литий. Екінші валенттіліктерге оттегі, бериллий, магний, кальций, мырыш жатады. Үшінші валенттілікке алюминий, бор. Бұлардың валенттілігі үнемі тұрақты осы валенттіліктерді көрсетеді.
Ал енді балалар, кейбір бізде элементтер ауыспалы валентілікті көрсетеді. Мысалы, 1 мен 2 валентілік мыс, 2 мен 3 валентілікте темір, кобальт, никель, 2 мен 4-те қалайы, қорғасын, 3 мен 5-те фосфор, 2, 3 және 6-да хром, 2, 4, 6 валентіліктерде күкірт көрсетеді. Осы кестемен балалар көптеп жұмыс жасаймыз. Валентілік бойынша формула құрастыру. Химиялық элементтердің таңбаларын қатарластырып жазамыз. Натрий оксиді, алюминий оксиді, фосфор оксиді. Химиялық элементтердің таңбаларының үстіне валентіліктерін рим цифрымен жазамыз. Балалар, валентілік деген рим цифрымен жазылады. Қараймыз. Натрий оксиді. Натрийге 1 валентті, оттекке 2 валентті. Алюминий оксиді. Алюминий 3 валентті, оттегі 2 валентті. Фосфор оксиді. Фосфор 5 валенттілікті көрсетіп тұр, оттегі 2 валенттілікті көрсетеді. Валенттілік бойынша формулалар құрастыру, екі элемент валенттіліктерінің ең кіші ортақ еселігін табамыз. Натрий оксиді. Натрийдің төбесіне 1 валентті, оттектің төбесіне 2 валентті. 1 мен 2-нің ортақ еселігі балалар қанша? 2. 2-ні натрийдің 1 валенттілігіне бөлеміз. Натрийдің 2-ні 1-ге бөлген кезде 2 шығады. Натрийдің түбіне 2-ні апарамыз. 2-ні оттегінің 2 валентісіне бөлген кезде 1-ден оттегінің түбіне 1-ді апарамыз. Бірақ химия сабағында балалар 1 жазылмайды. Сонда натрийдің 2 атомы, оттектің 1 атомы. Қандай химиялық формула құрасты? Натрий 2O. Келесі алюминий оксиді. Алюминийдің төбесіне 3 валентті, оттектің төбесіне 2 валентті. 3 пен 2-нің ортақ еселігі қанша? 3 пен 2-нің ортақ еселігі 6. 6-ны 3-ке бөлеміз. Алюминийдің түбіне 2-ден, 6-ны 2-ке бөлеміз, оттектің түбіне 3-ден. Сонда балалар бізде алюминийдің 2 индексі, оттектің 3 деген индексі шықты. Бүгінгі сабақта қарастырып атқанымыз. Алюминий 2O3 деген формула шығады. Фосфор оксиді. Фосфор бізде 5 валентті, оттегі бізде 2 валентті. 5 пен 2-нің ортақ еселігі қанша балалар? 5 пен 2-нің ортақ еселігі 10 болады. 10-ды 5-ке бөлемін. Фосфордың түбіне индексіне 2. 10-ды 2-ке бөлемін. Оттектің түбіне 5. Сонда фосфордың 2 атомы, оттектің 5 атомы. P2O5 деген формула шықты. Балалар, келесі біздің қарастыратынымыз салыстырмалы молекулалық масса. Массаның атомдық бірлігі арқылы өрнектелген молекуланың массасын берілген заттың молекулалық массасы деп аталады. Салыстырмалы молекулалық массаның таңбасы МР деп белгіленеді. Мысал қарастырайық. Салыстырмалы молекулалық массалар. Біз салыстырмалы молекулалық массаны балалар МР деп белгілейміз. Мысалы, мына жерде азоттың 2 атомы N2. Яғни бізде балалар азот қанша рет? 2 рет. Сонда біз 2-ні көбейтеміз 14-ке, бізде 28 шықты. Келесі MrSO3. Яғни күкірттің атомдық массасы 32, оттектің 3 атомы болғаннан кейін 3-ті оттектің атомдық массасына 16-ға көбейтеміз, 80 шығады. Келесі MrH2SO4. Бұл күкірт қышқылының формуласы. Бізде сутек 1 атомдық массасы және индексінде 2 болғаннан кейін, 2 атом болғаннан кейін 1-ді 2-ке көбейтеміз. Қосу. Күкірттің атомдық массасы 32, қосылған оттектің 4 атомы болғаннан кейін 4-ті 16-ға көбейтеміз. Барлығы шығады балалар 98. Міне бұл
салыстырмалы молекулалық массалар. Енді балалар, бізде химиялық формулалар бойынша күрделі зат құрамындағы элементтердің массалық қатынастарын есептеуді қарастырайық. Магний карбонатындағы элементтердің массалық қатынастарын есептеп көрейік. Шешуі: химиялық қосылыс құрамындағы элементтердің салыстырмалы атомдық массасы мен атом сандарын біле отырып, осы элементтердің массалық қатынастарын есептеуге болады. Мысалы, яғни магнийдіңкі атомдық массасы 24, көміртектіңкі 12, оттектің 3 атомы болғаннан кейін балалар 3-ті 16-ға көбейткенде бізде 48 тең. Осы жерде 24, 12, 48 сандардың кішісі 12, яғни сол 12-ке бөлеміз. 24-ті 12-ке бөлгенде 2-ден, 12-ні 12-ке бөлгенде 1-ден, 48-ді 12-ке бөлгенде 4-ден шығады екен. Осы қатынастарды қосамыз, шыққан 2-ке 1-ді және 4-ті шығады 7. Магний карбонатының 7 массалық бөлігіне 2 массалық бөлік магний, 1 массалық бөлік көміртек және 4 массалық бөлік оттек сәйкес келеді екен. Яғни балалар, 7 грамм магний карбонатында 2 грамм магний, 1 грамм көміртек және 4 грамм оттек бар екен. Балалар, бүгінгі өткен тақырып бойынша өз білімімізді тексереміз. Мына сұрақтарға жауаптар жазып, кері байланыс береміз. Химиялық элементтердің валенттілігі деген не? Бинарлы қосылыстар деген не? Формулалары берілген қосылыстардағы элементтердің валенттілігін анықта. Яғни, рим цифрымен төбесіне валенттіліктерін анықтап, индекстерін шығарамыз. Химиялық элемент таңбаларын, валенттіліктерін жазып, заттардың формулаларын құрастырып, салыстырмалы молекулалық массасын табамыз. Балалар, 4-ші тапсырмада. Балалар, бүгінгі сабағымыз сендерге түсінікті деп ойлаймын. Кері байланыс әдісімен, бағдаршам әдісімен кері байланыс береміз. Мүлде түсінбедім, түсіндім, жақсы түсіндім деген сияқты. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.